Сәлем достар, сіздермен бірге ерке. Бүгін мен сіздерге жалқау мысық ертегісін айтып беретін боламын. Баяғыда бір үйдің мысығы бейғам өмір сүріпті. Қарны тоқ болғаны соң қимылдауға ерінген екен. Жалқаулығы сонша тұмсығының астынан ырғалап өтіп бара жатқан тышқанды тауға да зауқы соқпапты. Ақыры тышқандар оған бізді маубас деп мазақтайды екен. Бір күні қожасы 2-3 қап бидайды үйіне кіргізіп қойып, өзі сыртқа шығып кетеді. Сол кезде қап толы астыққа тышқандар тұс-тұстан лап қояды. Көзді ашып жұмғанша қаптың тас талқанын шығарыпты. Сол жерде пырылдап ұйықтап жатқан мысық тынымсыз сыпырлаған мазасыз тықырдан оянып кетеді. Сонда қаптың жібін бытырлатып қырқып, дәнді күтірлете шайнап, күйсеп жүрген тышқандарды көреді де, жырая қарап көріп, жата беріпті. Тамақ жеп жүрсіңдер ме? Дейді де қозғалмайды. Орнынан тұрып тышқандарды қуып жіберуге ерінеді. Қойшы, жіберсін, дейді де ұйықтап жата береді. Бір кезде үйге кіріп келген қожайыны тесілген қапты, шашылып жатқан бидайды көреді де ұйықтап жатқан мысыққа жетіп барады. Сені үйде бар ғой деп сеніп жүрсем, тіпті үйге кірген ұры тышқандарды да ұстамайсың ғой. Сені несіне бағамын? Одан да тоғайға апарып тастап құтылайын, деп сақылдаған сары аязда мысығын тоғайға апарып тастапты. Ақ қарға оранған тоғай ішінде бүрісіп тұрған мысықты көрген сауысқан бұлай депті: жылы үйде жатып, айнасқа семірдің, тышқан аулауға да еріндің. Енді қайтер екенсің? Қане мынау қар басқан тоғайда қайтып тамақ табады екенсің, деп сықылықтай күліпті. Жалқау мысық болса, орманда сол бойы қалған екен. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды.